Ассалаумағалейкум арна көрермендері. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға өте қызықты мәлімет ұсынатын боламыз. Алдымен біздің каналымызға тіркеліп кетуді ұмытпағайсыз. Кәсіп ашып, еңбегінің зейнетін көру бүгінгі таңда екінің бірінің қолынан келсе керек. Алайда ашқан кәсібін ғасырлар бойы дөңгелетіп, ғасырдан ғасырға ұласатын бизнес бастау екінің бірінің қолынан келе бермесі айдан анық ақиқат. Біз бүгін дәл осындай жапон бизнесмені туралы сөз қозғаймыз. Жапон императорының көмекшісінің ұлы Фудзияма Махито міне осындай кәсіп ашқан адам. Ғасырдан ғасырға ұласатын кәсіп көзін ашқан Фудзияма Махито 705 жылы Нишияма Онсен Кейонкан қонақ үйінің негізін қалаған. Бір қызығы, аталған қонақ үй әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Яғни 1300 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан жалғыз қонақ үй. Нишияма Онсен Кейонхан жер бетіндегі ең ежелгі қонақ үй ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді. Қонақ үй алғашында Жапон императорының демеушілігімен ашылған. Содан бері 1300 жыл бойы жұмыс істеп келеді. Оған Жапониядағы ең беделді адамдар келетін болған. Сондықтан болар Махитоның қайтыс болуынан соң қонақ үй оның 52 өрім бұтағының қолынан өтіп бүгінге жеткен. Жақсакенің аруағы жаман ұлды 70 жыл сүйрейді деуші еді біздің қазақ мақалында. Алайда Махитоның аруағы 70 жылған емес, 52 ұрпағын 1300 жыл бойы сүйреп келе жатқаны ғажап емес пе? Алғашқы кезде бұл қонақ үйге тек самурайлар ғана тоқтайтын болыпты. Танымал қонақтардың ішінде белгілі Жапон сегуны Токугава Иеясу мен 46-шы император Коукен де болған. Ондағы номерлер дәстүрлі Жапон стилінде жасалған. Кейбіреулеріне шағын бассейн де бар. Нишияма Онсен Кейонкан Хонсю аралындағы Акаиси тауының етегіне орналасқан. Ол табиғи минералдардың жанына салынғандықтан қонақ үйден гөрі шипаханаға көбірек ұқсайды. Ол жердегі ысpa тағамдарды Жапон халқы ежелден бері күні бүгінге дейін сүйсініп жейді. Бұдан бөлек Нишияма Онсен Кейонхан атақты Фудзи тауына барар жолда орналасқан. Міне бұл да қонақ үйдің даңқын шығарар фактордың бірі десек те болады. Сондықтан Фудзи тауына баратын саяхатшылар жолда бұл қонақ үйге тоқтап, шипалы суына шомылып, демалғанды ұнатады. Бүгінде қонақ үйде 40 бөлме мен бірнеше ванна бар. Бағасы да заманауи. Бір түнге түнесеңіз, 2 адамға арналған бөлмеге таңғы ас пен кешкі асты қоса есептегенде 34,7 мың йен, яғни $265 төлейсіз. Қонақ үй соңғы рет 1997 жылы күрделі жөндеуден өткен. Бірақ Жапон дәстүрі толықтай сақталып қалған. Бұл енді ғажап екен. Біздегі ежелгі құрылыстарды апырып, жапырып, алып тастап, орнына заманауи дүние салғанды жақсы көреміз. Бірақ бұл кісілер 1997 жылы 1300 жылдың алдындағы ғимараттың өзінің стилін сақтап қалған екен. Бірақ ауызды қушеппен сүртуге болмас. Бізде де ондай мәдени тарихи ескерткіштер жетіп артылады. Бірақ өкінішке орай қонақ үй жоқ. Бұл жерде ежелгі Жапониядағыдай еденге отырасыз. Ежелгі Жапонияда ғана еденге отырады екен ғой. Киноларында, корейстер мен жапондардың киноларында еденге отыратын күні бүгінге дейін деп ойлап қалып жүрмеңіз. Және кейсекиге тағамдардың кең таңдауымен дәм тату мәзірі тапсырыс бере аласыз. Келген қонақтарға дәстүрлі киім беріледі. Яғни Жапон киімін киіп алып, қонақ үйдің ішінде емен-еркін жүруіңізге рұқсат. Және ғимаратқа кіргенде көшедегі аяқ киіммен киюге рұқсат жоқ. Тағы бір ғажабы, бұл қонақ үйде Wi-Fi жұмыс істемейді. Қалай болған күнде де 13 ғасырдан бері бизнесі дөңгелеп, күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан ежелгі қонақ үй бәрібірде әлемде өз даңқымен қала беретіні айдан анық ақиқат. Және бұл өте қызықты факт. Біздегі қонақ үйлердің тарихын зерттеген жан бар ма екен өзі? Біздің ең ежелгі қонақ үйіміз қашан және қай жерде салынды екен? Біздің қолымызда бар ежелгі қонақ үйімізге қанша жүз жыл болды?
Бұндай сауалға мен әзірге жауап таппадым. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар ағайын. Айтпақшы, біздің контенттерімізде өте қызықты ақпараттар бар. Сол жақта бір шола кетуіңізді сұраймыз. Ұнағанына лайк басыңыз, достарыңызға бөлісіңіз, және пікір алаңына келесі кезекте қандай контенттер күтетініңіз жайлы пікіріңізді қалдырып кетуді де ұмытпағайсыз. Есен сау болыңыз ағайын.